келіңіздер. Бізде Жасминге копилкасы келді. Бүгін соны ашып көреміз. Әлі ашып көрген жоқпыз. Қандай зат бар екенін бірге көрейік. Батарея. Батарейкалары бөлек. Мынандай зарядтайтыны бар. Батарейка зарядтайтыны. Ішінде батареясы бірге жүреді екен. Мынау копилкасының жоғарғы жағындағы мынандай сәнделдің элементі. Бұндай копилканы сіздер точно көрмегенсіздер. Мынандай наклейкалар бар екен. Свинка Пеппаның. Мынандай карточкалар бар екен ішінде. Бұл жерге ақша, қанша ақша жиналғанын, видимо, жазатын. Қанша ақша салып отырды, соны жазып отырады, наверное. Бұл наклейка емес, бұл өтірік ақшалар ғой. Мына жерде копилканың өзі негізі автоматтандырылған. Мына жерге салған кезде газ батарейкасын саламыз. Мына ақшаны салса, өзі тартып алады. Мынаға қойып қоясың, сосын мынаға тиындер саласың. Иә, ол жерге тиындар салады. Қойып қоясың да тиын саласың. Кел, қояйық. Басайық. Ух ты! Бұл жерде сенсор, саусақ оқитын сенсоры бар. Содан кейін мына жерде парольмен ашылады. Паролін басқан кезде парольмен ашылатын копилка. Қазір мынау ашылып тұрған жоқ. Мына жерге ақша салады, мына жерге тиын салады. Газ батарейкасын салып көрейік. Батарейкасын мына астыңғы жағына салады екен. Мына отверткамен бұрап ашып алу керек. Батарейкасын салып жатырмын. Ух ты, қосылды. Копилка болатын болды. Ақша жинайсың ба? Иә, кейінде ақша бәрін жинайын болған. Бізде Сұлтангерей алдында жинаған болатын. Видеосы каналымызда бар. Жасминді ақша жинайым деп сол уақыттан бастап қызығып жүр. Копилка алып берсін дегеннен кейін осындай мына копилкасын заказ берді. Сұлтанға да жақында копилкасы келіп қалу керек. Оның да копилкасы негізі жоқ етін видеода, алдыңғы видеода көрген болсаңыздар, қолдан өзі сондай бір пластмассовый ыдысқа ақша жинап жүрген болатын. Енді дауысын қалай шығарады? Қазір көреміз. Күшті ойлан. Тағы да ақшалар сақшы. Бірдей музыка шығады екен. Бірдей, бізге көрсет. Тағы да кеткірейік. Шын ақша салып көреміз ба? Иә. Тиын мына жерге салып көрейік, мына жерге ақша салып көрейік. Қазір мен ақша алып келейін. Қанша тиын? Тиындарды салып көрейік. 500 0. 50 теңге, давай. Тиындарды салып көр, сыяды. Оңай сыяды екен, 200 теңгелік тиындар да сыяды. Қағаз ақшаларды көрейік. Ма, бір-бірден берейік, сен салып тұр. Бізге де көрсет. 500 теңгелік бізге. Сал. 500 теңгелік сыяды екен. Ух ты! Енді? Кел, енді 1000 теңгелік салып көрейік. 2000 теңгелікті де алды. 2000 теңгелік. Енді көрейік, 10.000 теңге бізде дәурек. 10.000 теңге сыяды екен. Ішіне сыятын сияқты. Сыймайды. Сыймайды ма? Жоқ, сыйып тұр. Бар жағына сыймайды. 1, 2, 3, 4. Мен енді знаю. Паролін ауыстыруға болады екен. Ол үшін негізі бастапқыда 4-0 етін паролі біз 1, 2, 3, 4 деп ауыстырдым. Бұның паролін ауыстыру үшін мынаны басып тұру керек. Енді паролін енгізу керек. Енді жаңа пароль енгізу керек. 4-0-ді қоя салайық. Содан кейін мынаны бір басамыз. Енді ауысқан болу керек. Қазір тексеріп көрейік. Міне ашылды. Паролін осылай ауыстырады екен. 1, 2, 3,
4. Паролін ауыстырып қойдың ба? О, дейді. 4-0-ді бас. 4. 0-ді 4 рет бас. 0. 4 болды. Енді саусағын қой дейді. Ашылды. Енді мен түсіндім. Тілі екі тілде. Ағылшын және де Қытай тілінде екен. Қытай тілінен ағылшынға ауыстыру үшін ішінде мынандай кнопка бар, переключатель. Қараңыздар, Қытай тіліне ауысты. Бассам ағылшыншаға English деп, English тіліне ағылшынға ауысты. Тағы бір функциясын көрдік. Face ID мен де ашылады екен. 4. Түріне қарап ашты. Мен өзім ашайын. Face ID да бар екен. Достар, бұда екі функциямен ашылады екен. Біреуі пальчиковый, сенсормен ашылады. Екіншісі ол Face ID түріне қарап, мына жерден көріп ашады екен. Достар, еще осында өлең айтатын функциясы да бар екен. Қазір ағылшыншасын айтама, көреміз. Бірнеше өлең бар сияқты. 4-ші өлең. 5-ші өлең. 1-ші өлең. Екіншісі. Папа, мама деген. Мама и папа, я. Көрдім. Звездочканы басқан кезде, кән басшы. Режимдары өзгереткен. Қазір қараңыздар. Animal mode деді. Яғни жан жануарлардың дыбыстарын дауыстайды. Бірді бассаңыздар. Cat дейді. Мысық. Екінші. It. Dog дейді. Үшті бас. Sheep. Қой. Болды, осы 3 түрлі жануар екен. Енді қайтадан звездочканы бассаң, енді режим тағы өзгереді. Instrument mode. Скрипка. Енді екіншісін баш. Пианино. Жасмин пианино ойнады. Үшті басшы. 3. Гитара. 3 түрлі инструменттің дауысы ғана бар. Енді звездочканы бассаң, енді режим өзгереді. Жасмин? Звездочканы басшы. Енді музыканың несі басты? Музыка болады. Біріншісі. Екіні бас. Крик. Екінші музыка. Екі түрлі музыка ғана бар сияқты. Бұл бізде ағылшын тіліндегі режимдары. Ішінде осындай екі карточкасы бар. Қараңыздар. Әдемі екен. Осының ішінде список желания жазады екен. Мына жерге өзің қалаған, өзің ақша жинағын келіп жүрген затты жазасын. Содан кейін қанша тұратын жазасын, және де қаншалықты орындалып жатыр, өзіңе жұлдызша қойып отырады екенсің. Осындай екі карточкасы бар. Ішінде осындай зарядтайтыны бар. Зарядкасы, батареясы өшіп қалған жағдайда астын ашып, мына батареясын зарядтап алса болады. Узорлары осындай екен, әдемі. Мына жерінен ұстап, былай ұстаса да болады. Ары-бері тасығанда артындағы узорлары осындай сүйкімді, әдемі екен. Ішінде бізде осындай. Мына жерден ақшасы кіретіні. Мына жерде Face ID-дікі. Мына жерде тіл ауыстыратыны, және де мынау замок жауып қалатын. Іші бізде осындай. Қыздың бейнесімен. Жасмин, саған ұнады ма? Иә.
Достар, сіздерге ше ұнады ма? Комментарийға жазып кетіңіздер пікірлеріңізді. Жасминге қатты ұнаған сияқты. Қуаныштысың ба? Иә. Менен қатты сұрап еді, осы копилканы алып беріңізші деп. Достар, бізден копилканың обзоры ұнаған болса, видеоға лайк басып кетіңіздер, бізді қолдап. Және де ұмытпай каналға тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода көріскенше. Сау болыңыздар. Пока-пока.